Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында қазы дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және қазақша контентті қолдап қойыңыздар. Қазы дайындау үшін бізге жылқының еті қажет. Мен қабырғаның айналасындағы еттерін, майын осылай ұзынша етіп кесіп алдым. Одан кейін үккіштен өткізілген сарымсақ, дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін маринадты етімізге бір келгі етіп жағып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін бірден ішекке сала беруге болады. Жылқының ішегін алдын ала екі бетін аударып, салқын суға тазалап жуып аламыз. Одан кейін осылай жылтыр бетіне аударып, таяқшаның көмегімен бір шетін бекітіп жіппен байлап шығамыз. Таяқшаның екі шетін кішкене сындырамыз. Олай жасамасақ, онда біздің қазымызды тесіп жіберуі мүмкін. Енді бір келкі болу үшін бір ет, бір майды алып қазымызға салып шығамыз.
Етті салып болғаннан кейін осылай екінші ұшында таяқшаның көмегімен бекітіп жіппен байлап шығамыз. Қазымыз қатты тығыз немесе қатты бос болмауы керек. Қатты тығыз болса, ол қайнаған кезде жылқының еті ісініп, ішектеріміз жарылып кетуі мүмкін. Осымен қазымыз дайын. Тоз бұрышы сіңуі үшін бір түнге салқын жерге қалдырып, одан кейін мұздатқышта сақтай беруге болады. Егер видео ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.